Біздің саяхатымыз жалғасуда. Қазір Көктөбеге бар жатырмыз. Міне такси келді. Қазір отырып қызықты видеолар түсіретін боламын. Осындай өлең тыңдап бара жатырмыз. Мен негізінде өткен жылы көктемде Көктөбеге барған едім. Бүгін тағы да міне күзде бара жатырмын. Екінші рет. Ал не біз Көктөбеге келіп қалдық. Міне Көктөбенің алдындағы фонтан. Қасында Қазақстан қонақ үйі бар. Көктөбенің алдында осындай фонтан бар. Міндетті түрде көріңіздер, тамашалаңыздар. Біз Көктөбеге келді. Қазір қайтатын дорогаға билет алатын боламыз. Хот. Міне Көктөбеге баратын жолдың бағалары. Және де ережелерді міндетті түрде оқып алыңыздар. Міне бұл канатный дороганың іші өте таза екен, өте әдемі. Және де шыныларын бәрі жақсы сүртілген, қоршаған ортаның барлығында көруге болады. Барлық кабинаның ішінде музыка орнатылған, қазақи музыкаларда заманауи өлеңдерде бар екен. Қазір біз заманауи өлең тыңдап бара жатырмыз. Міне Көктөбедегі ең үлкен вышкада көрініп тұр. Қазақшасын қалай аталатынын білмеймін, орысша әйтеуір вышка деп аталады. Міне таудың үстінен қайтып бара жатқан кабина. Міне канатная дороганың жолының астында өте көптеген үйлер салынған. Және де әдемі машиналар кетіп бара жатыр. Міне тағы да бір кабина кетіп бара жатыр. Ал біз қазір дәл міне жолдың үстіне кетіп бара жатырмыз. Қараңыздар қалайындай қозғалыс болып жатыр. Машиналар да өте көп екен. Қазір осы горкаға отыру керек. Жеттік. Міне Көктөбеге жеттік. Тауға көтеріле сала осындай колесо обозрения қарсы алды. Өте үлкен екен. О, қараңыздар, үлкен бұқа мүсіні. Бұл мүсін не үшін десеңіздер, қаржылық сауаттылықты танымал ету мақсатында жасалған бұқа екен. Өте әдемі, және де фотоға түсуге болады. Міне Көктөбеден қаланың көрінісі. Осы бүкіл қаланың әдемілігін осындай бинокль арқылы көруге болады. Бірақ бағасы қымбат екен. 2 минуты 500 теңге. Оданша қаланы осылай өз көзімізбен көре берген жөн. Ал Көктөбенің екінші жағы осындай жап-жасыл ағаштарды отырғызып қойған. Өте әдемі ағаштар да қалады. I love you, Көктөбе. Шынымен де Алматы өте әдемі қалалардың бірі. Табиғаты да жағынан, барлық жағынан өте әдемі. Ал енді ойын сауыққа келетін болсақ. Міне осындай әртүрлі қызықты ойындар салып қойыпты. Кир, тағы да басқа ойындар. Және де осындай чөперділер бар, веломобиль, және де машина, коляска. Алматы әрине алмасымен әйгілі, апорт алмаймен әйгілі. Сол үшін де осындай су бұрқақ. Ақылы түрде трон,
және де тамақ ішетін орындар. Қазақи бұйым сататын жерлер. Және де міне кішкентай балаларға арналған ойыншық машинкалар. 5 минуты 1000 теңгеден. Біз жоғары көтеріліп жатырмыз. Ал мына ескерткішті барлық адамдар білетін шығар. Жоқ дегенде интернеттен көрдіңіздер. Міне, осы памятник неме? Бұны памятник па неме десек, шынымен де памятный скамейка екен. Біліп жүріңіздер. Көктөбенің ішінде ағаш сындыруға, газонды басуға, мусор тастауға және де темекі алкоголь ішуге тыйым салынады. Міндетті түрде біліп жүріңіздер. Тағы да саябақ. Бұл жолы Көктөбенің. Кішкентай лақ. Және де ешкі. Қараңыздар, мүйізі қандай үлкен екен. Және де сақалы да бар. Осындай еліктер. Страустар. Көктөбенің хайванаттар бағында құстардың түрі өте көп екен. Өте көп түрлі құстар. Көктөбенің хайванаттар бағының құстарының түрі және әдемілігі бір-бірінен асады. Барлығы әдемі және де барлығы ерекше тауықтар мен құстар. Және де бір байқағаным, құстар да, аңдар да адамдардан қорқпайды екен. А жена его, посмотри, какая. Где жена? Ну-ка, как обычно. А это такой же красивый. Это такой же королев. А это такой. А слушай, а какая разница? Они одинаковые. Смотри, это золотой фазан. А нет, вот эти два одинаковые. Нет, вот тут золотой. Нет? Они одинаковые. Міне патшалық қырғауын өте әдемі екен. Қараңыздар, түрінің окрасы да қандай, әртүрлі. Қауіпсіздік ережесі. Қолды суға болмайды. Және темекі болмайды, тағы. Міне Көктөбенің екінші жағынан көрініс. Көктөбенің телевышкасы. Ал міне енді осындай аттракцион бар екен. Қандай жасқарға екенін сұрамадым, бірақ үлкендерге де отыруға болатын сияқты. Автодром. Ал енді міне батуттар. Осы батуттарды әр жерде әртүрлі атайды. Біз кенгуру деп атаймыз. Міне тағы да бір аттракцион. Аты аққу шығар. Орысша айтқанда лебедь. Бұрында Семей қаласында да осындай болған. Қазір алып тастаған. 9-ды кинотеатр. Барлығы нетін осындай балық. Және де батут бар. Қараңыздар, Тир ужасов дейді. Қасында скалодром бар. Мен өзім Тир ужасов дегенде бірінші рет көріп тұрмын. Барғандар бар ма? Онда не істейді ішінде? Біз де скалодромға шыққалы жатырмыз. Экстрим скалодромға билет алдық. Бағасы 2500 теңге, ал скалодром орташа биіктікте екен.
Міне менің бауырым шығып жатыр, және де өте оп-оңай шыға салды. Және де түскеннен кейін айтуы бойынша өте оңай болды дейді. Бірақ қасындағы қиынырағын таңдау керек еді. Бірақ қасындағы қиынырағы 3000 теңгеден басталады. Міне қараңыздар, уже ең биік шыңына шығып алды. Қазір секіріп түсе салады. Секіресің ба, түсесің ба, сықпай? Секіре салсашы, экстремой салады тоже. Секіре сал. Сіге шықта секірсінші. Ой. Красавчик. Қараңыздар, комнатастыраға қасында медпункт. Шошып бірме оқасаңыздар, сразу көмекке дайын. Балалардың тағы да осындай ойыншықтары. Міне осы жерге келіп, сувенир алуларыңызға болады. Сувенир алатын жерлер. Әдемі. Міне Алматының Көктөбеден қарағандағы табиғаты. Міне қараңыздаршы, қандай жап-жасыл, әп-әдемі орман. Табиғатымыз қандай әдемі. Міне осы қосылып тұрған аттракционды көріп қалып, қызығып кеттік. Қазір отыратын боламыз. Бағасы 1500 теңге екен. Осы ережелерді оқу керек. Міне, осыған отырғалы жатырмыз. Міне, осындай жаққа Қараңыздар, осындай сурет бар екен. Бұл нені білдіреді? Және де тағы да табиғатқа тамсанып тұрмыз. Алматы қаласынан табиғаты өте керемет. Осымен Көктөбеге саяхатымыз аяқталды. Енді екеу қайтамыз. Айту үшін осыны сканер жасаймыз. Есіктер ашылады. Міне, қанатына келді. Ал Көктөбе сау бол, біз тағы да келеміз. Көктөбе өте ұнады, өте әдемі екен. Енді қазір міне қанатын дорогамен қайтып бара жатырмыз. Экстремға да отырдық, скалодромға да міндік. 100% көңілімізден шықты деуге болады. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Көктөбе давайсын, тағы да кездесерміз. Ал бұл көрініс Көктөбеден уже түсіп бара жатқандағы көрініс. Уже барғандағыдай өте әдемі көріністердің бірі. Бұл табиғаты. Қалай ойлайсыздар? Енді Алматының тағы да қандай жеріне барған жақсы деп ойлайсыздар? Ерден менде бір күн қалды. Бір күнде базарға барамыз. Базардан кейін тағы бір жерге барамыз. Бәлкім Шымбұлаққа, бәлкім Медеуге. Қазір біз енді фотоға түсіп жатырмыз. Фотоны сосын көрсететін боламыз. Әсем ғимараттар. Міне осындай әдемі көріністер. Міне жеттік. Азда біз оқсауды ана жерден есі қатып қой. Қайда жүріп кетті? Сумкамызды алайық. Все, шықтық.